Оқушыларға сапалы білім беру үрдісін жаңаша жолдармен жетілдіру. Шымкенттегі нөмір 54-ші жалпы орта мектебінде осындай атаумен қалалық семинар болып өтті. Математика пәнінің мұғалімдерін өзара тәжірибе алмасуға шақырған жиында жеткіншектерді сапалы біліммен қамтып, алған білімін өмірлік тәжірибеде қолдану тәсілдері ұсынылды. Республика бойынша функционал сауаттылық бойынша іс-қимыл жоспары құрылған. Сол бойынша қазір жаңартылған білім мазмұны бойынша 16 жылдан бастап бірінші сынып, екінші сынып, үшінші сынып сатылап көшіп отырмыз. Ол жерде үлкен мәселелер көтеріліп отыр, талқылайтын мәселелер көбейіп отыр. Неге? Себебі критериалды бағалау көшіп отыр. Бұл критериалды бағалау бойынша көп мұғалімдер дәстүрлі бағалау, критериалды бағалау мәселесін жақсы түсінбей жатыр. Сол бойынша арнайы семинар өткізіп отырмыз. 21 ғасыр озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Бәсекеге қабілетті жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеуде де жаңашылдық қажет ақ дейді ұстаздар. Оқушыларымыздың білім сапасының жаңа тәсілдерді қалай алып үйренгенін, басқа мектептердің осы әдіс тәсілді алмасы бір-біріне үйрету, көрсету, осының математика сабағы қаншалықты осы әдіс тәсілдерді қолданғанда жеңіл оқушыларға әрі өте оңай болатынын бүгін көрсеткіміз келіп отыр. Бұл күні қала мектептерінің математика пәні мұғалімдері өзара тәжірибе алмасты. Жаңартылған бағдарлама бойынша оқытудың өзекті мәселелерін талқылады. Болашақ математиктерді тәрбиелеуде ұстаздарға артылар жүк жай айтылды. Маған өте қатты ұнағаны бағалауға критерия бойынша бағалау. Оқушылар өте жетік меңгерген және әдіс тәсілдерді тиімді қолданып отыр. Кірген ашық сабағымыз геометрия сабағына кіріп отырмыз, төрт бұрыштарды анықтау. Оқушылар топтық жұмыстарға өте жақсы бейімделген. Айтып өтейік, Шымкентте қалалық білім беру басқармасының тапсырмасы негізінде ұстаздардың тәжірибе алмасуына бағытталған семинарлар жиі ұйымдастырылып тұрады. Нөмірі 54-ші жалпы орта мектебінде өткен жиыннан соң қалалық математика қауымдастығын құру міндеті тұр. Қазір ұстаздар осы мақсатта еңбек етуде. Перизат Биназарқызы, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.